Адамның басына қайғы келсе де, қуаныш келсе де Аллахқа не айтамыз? Мақтау айтамыз. Мұсылманның өмірі қандай керемет дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Егер оған Алла бір нығмет жіберсе, оған шүкірлік етіп сауап алып кетеді дейді. Егер де ол бір қайғы қасірет жіберсе, сабыр сақтап тағы да сауап алып кетеді дейді. Екеуінде де ұтылмайды дейді мұсылман адам пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Бірақ енді сабыр сақтайтын жүрек қайда, ондай жүрек азайып кетті. Я әшейін өлім жітімнің өзіне барсаң, ауыр сөздерді айтып жатады. Не жаздым мен, Құдай, не істедім мен, бүйттім, неге бүйттім, неге олай, неге менің отбасым деген сияқты әңгімелерді айтып жатады. Неге менің балам бұлай болды? Жоқ, бұл тағдыры Алланың. Алланың жазып қойған тағдыры. Сен қала қалама, әркімнің уақыт сағаты келген кезде бітеді. Қала қалама бәрі бітеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сияқты қайғы қасірет көрген адам жоқ жер бетінде. Оның балаларының барлығы Фатимадан басқа өзінің көз алдында қайтыс болған. Өзі жаназа оқыған балалардың барлығы. Дұрыс па? Енді қараңыз. Сол пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сондай нәрселерді көріп тұрса да айтты ма сондай әңгімелерді? Жоқ. Көз жылайды деді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Көз жасқа толады деді. Жүрек қиналады деді. Бірақ ауыздан Алла разы болатын сөздер ғана шығады дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Көрдіңіз ба, не деген мұсылман адамның сипаты? Көз жасқа толады, жүрек қайғы қасіретке толады, бірақ Алла разы болатын сөздер ғана шығады ауыздан дейді. Неге деген сөздер не? Алла разы болатын сөз ба? Жоқ, бұл тағдырға наразы сөздер. Тағдырды кім жасайды? Тағдырдың да бүкіл нәрсенің де иесі ол Аллах тағала. Міне сол пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қандай болған күннің өзінде де сахабаларға үйретіп жатыр. Біз Раббымызды дәріптейміз деді.